Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз шамалар арасындағы тәуелділік. Сабағымыздың мақсаты шамалар арасындағы тәуелділікке берілген 2-3 шамалдан тұратын есептерді шығарып үйрену. Заттың саны, заттың бағасы және құны арасындағы тәуелділікті түсіну. 2-3 шамалдан тұратын есептерді шығаруда шамалар арасындағы тәуелділікті қолдану. Тақтаға назар аударайық. Заттың саны, бағасы және құны арасындағы тәуелділікті қарастырайық. Кәнекей, заттың құнын табу үшін біз бағасын санына көбейтеміз. Заттың санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз. Ал заттың бағасын табу үшін құнын керісінше санына бөлеміз. Кәнекей, аяулым дүкенге дәптер, қарындаш, өшіргіш алуға барды. Дәптерді 9 теңгеден 3-еуін алды. Аяулым дүкеншіге қанша теңгесін берді? 9 теңгеден 3 дәптерді, яғни қанша қалды? Бұл жерде дәптердің құны белгісіз. Яғни дәптердің құнын табу үшін біз бағасын санына көбейтеміз. Яғни 9 теңгені 3 теңгеге көбейтеміз. 9 жерімде 3-ім 27 теңге бұл дәптердің құны. Келесі аяулым тағы да қарындаш сатып алды. Қарындаштың әр қайсысы 5 теңгеден, ал құны 30 теңге болды. Сонда аяулым әр қайсысы 5 теңгеден 30 теңге болатындай қанша қарындаш алды? Яғни бұл жерде қарындаштың саны белгісіз. Санын табу үшін біз құнын бағасына бөлеміз. Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз. 30-ды 5-ке бөлетін болсақ, тең 6. 6 деп отырғанымыз бұл қарындаштың саны. Яғни әр қайсысы 5 теңгеден 6 қарындаш 30 теңгені құрайды. Аяулым тағы да дүкеннен өшіргіш сатып алды. Өшіргіштің саны 6. Құны 24 теңге. Бұл жерде өшіргіштің бағасы белгісіз. Яғни заттың бағасын табу үшін құнына санын бөлеміз. Құны 24-ке тең, саны 6-ға тең. 24-ті 6-ға бөлетін болсақ, тең болады 4. 4 деп отырғанымыз өшіргіштің бағасы. Келесі тапсырманы дәптерімізді ашып, орындап көрейік бірге. Бұл сөз есеп. Есеп құрастырайық. Болды 100 теңге сатып алынды, 5 теңгеден 3 қарындаш. Қалды қанша теңге? Яғни Мараттың 100 теңгесі болды, ол дүкенге барып 5 теңгеден 3 қарындаш сатып алды. Сонда Мараттың қалтасында қанша теңгесі қалды? Шешуі. Яғни ең алдымен біз 3 қарындаштың құнын тауып алу керекпіз. Яғни құнын табу үшін біз бағасын санына көбейтеміз. 5 көбейтілген 3 тең 15. 15 деп отырғанымыз бұл 3 қарындаштың құны. 3 қарындаштың құны 15 теңге. Енді 100 теңгеден сол 15 теңгені алып тастаймыз. Яғни дүкенші 15 теңгесін алады 100 теңгеден. Сонда Маратқа қанша теңге қайтару керек? Дұрыс айтасыңдар, 100-ден 15-ті азайтсақ, тең 85. 85 теңге. Яғни бұл Мараттың қалтасында қалған ақша. Мараттың қалтасында 85 теңге қалды дейміз жауабында. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Оқулығымыздың 61-ші бетін ашып, нөмірі 3-ші есепке назар аударайық. Яғни бұл жерде есептер құрастыр деп тұр. Өз бетімізбен дәптерді ашып, әдемілеп есеп құрастырып жазамыз. Одан кейін тақтадан менімен бірге дұрыс жауабын тексеретін боламыз. Ол үшін видеоны тоқтатып қойыңдар. Тексерейік. Кестедегі есептерден 3 сөз есеп құрастыруға болады екен. Дәптеріміздегі шығарылған есептерді тақтадағы дұрыс жауаптармен салыстырайық. Болды 100 теңге. Сатып алынды, әр қайсысы 8 теңгеден 3 қарындаш. 9 теңгеден 2 дәптер,
2 теңгеден 4 қыстырғыш, қалды қанша теңге? Шешуі: қазір біз қарындаштың, дәптердің, қыстырғыштың құндарын тауып аламыз жекелей. Бірінші қарындаштікін тауып аламыз. Қарындаштың бағасы 8 теңге, данасы 3. Яғни заттың құнын табу үшін біз бағасын санына көбейтеміз. 8 жерімде 3 тең 24. Бұл 3 қарындаштың құны. 9 жерімде 2 тең 18. Бұл 2 дәптердің құны. 2 жерімде 4 тең 8. Бұл 4 қыстырғыштың құны. Енді қазір біз 4-ші амалда барлық заттардың құндарын бір-біріне қосамыз. Қосып, яғни дүкеншіге беретін ақшаның құнын шығарып аламыз. 24 қосылған 18 қосылған 8. 24 деп отырғанымыз бұл 3 қарындаштың құны. 18 деп отырғанымыз 2 дәптердің құны. 8 деп отырғанымыз бұл 4 қыстырғыштың құны. Барлығы 50 теңге. Яғни осы заттардың барлығын алу үшін біз сатушыға 50 теңге төлеуіміз қажет. Ол үшін біз қалтамыздағы 100 теңгені береміз. Сатушы 100 теңгеден 50 теңгені алып, бізге 50 теңгені қайтару керек. Сонда біздің қалтамызда 50 теңге қалады. Есептің жауабы қалды 50 теңге. Жарайсыңдар балалар, есептерің менікімен сәйкес келеді екен. Ал енді бізді келесі тапсырма дүкен ойыны. Сен 500 теңгеге дүкеннен не алар едің? Дүкенде әрқайсысы 150 теңгеден балмұздақ, 140 теңгеден йогурт, 120 теңгеден шыры, 180 теңгеден кекс, 50 теңгеден печенье және 60 теңгеге шоколад бар. Мен не алар едім? Өз мысалымды мен сіздерге көрсетіп кетейін. Мен 180 теңгеден 2 кекс және 140 теңгеден 1 йогурт алар едім. Бұл бірінші мысалым. Ал екінші мысал мен 150 теңгеден 3 балмұздақ және 50 теңгеге 1 печенье алар едім 500 теңгеге. Ал сен не алар едің? Өз мысалымды көрсет. Тексерейік. Жарайсыңдар балалар, есептерің менікімен сәйкес келеді екен. Жарайсыңдар балалар, сабаққа бүгін өте жақсы қатысып отырсыңдар. Келесі сабақта